Армысыздар достар, армысыздар ұлттық арнаның көрермендері. Көңіл ашар ұлттық арнада достар. Сәрсенбінің сәтті күнінде финалдың міне ақтық мәренің 3-ші күні, 3-ші сайыс. Алдымен, құрмет достар, бүгін енді міне ақтық мәре деп жатырмыз. Ақтық мәре дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндер 4 күн қатарынан жігіттер сайысқа түсетін болады. Ертең біз осы көңіл ашар бағдарламасының жеңімпазын анықтайтын боламыз. Ал бүгін енді бізде 3-ші сайыс. Ол жігіттердің өздерінің жақсы көретін үздік әзілдерімен монолог орындайтын болады. Ал қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер, режиссер, ұстаз Сайлау Қамиев. Сайлау Қамиев, құрметті достар, осы көңіл ашар бағдарламасының бірінші күннен бастап, бірінші бағдарламасынан бастап, міне ақтық мәреге дейін қазылық етіп келе жатыр. Қошемет көрсіп қойсаңыздар болады. Сайлаудың жалпы әрбір сөзі осы көңіл ашар бағдарламасына қатысқан жігіттер мен қыздар үшін үлкен бір мектеп болды деп ойлаймыз. Кеш жарық, құрметті ұлттық арна көрермендері және студия көрермендері. Мінекей, әне-міне дегенше мәрегеде жақындап келе жатырмыз. Менің бар арманым, бар ойым, бар тілегім ол нағыз шын жүректің, нағыз талант иесінің жеңімпаз болған шын жүректен қалаймын, соған және тілекшімін. Бәрекелді, рахмет, Сайлау Қамиев, төрлетіңіз. Айтыскер ақын, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазин. Серікзат мырза бізде дүйсенбі, сейсенбі күндер тамаша ақындық пен тамаша өлең шумақтарын арнап еді. Бүгінде Серікзат мырза бар ма екен? Көңіл ашар сайыс қой өрге жүзер. Финалда тек мықтылар төрде жүрер. Халыққа әзіл сықақ сыйлап берген Тұрсынбек Қабатовтың еңбегі зор. Сәтті болсын барлығы. Бәрекелді, рахмет, Серікзат Дүйсенғазин. Рахмет секем. Қазір алқасының 3-ші мүшесі, талантты актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеуілов. Нұркен мырза, көрермендерге, бүгін осы финалистерге, ақтық мәреге жолдама алған жігіттерге өзіңіздің бір тілегіңіз. Кеш жарық, ұлттық арна көрермендері, енді ақтық мәреге бір күн қалды. Бәріміздің кім шығады екен деген ойымызда өте бір қиын сұрақ тұр. Соны біз енді әділдігімен шын талантты көре біліп, соны алға шығарсақ, сол үлкен жетістік деп ойлаймын біз үшін де. Сәттілік тілек таланттарға. Рахмет! Нұркен Өтеуілов, қошеметтеріңіз. Ал енді ақтық мәреге жолдама алған жігіттерді ортаға шақырайын. Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Қабыл Батырхан, Шымкент. Мейіржан Алтыбаев, Абай ауданы, Шығыс Қазақстан облысы. Нұрболхан Шарапов, Астана. Жігіттер, бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгін жеке әзіл орындау, табыс тілейміз. Ал бірінші ол бізде жеребе бойынша, ол Қабыл Батырхан. Қабыл сахнада қалсын, жігіттер сіздер дайындалыңыздар. Қошемет достар, финал, ақтық мәре. 3-ші күн, 3-ші сайыс, жеке әзіл орындау. Бірінші болып бастайтын Қабыл Батырхан, Шымкент қаласы. Жалпы мен енді өзімнің өткен өміріме бір қысқаша тоқталып өтсем деймін. Енді шын мәнінде бәрімізде мектеп табалдырығын аттап, мектепте оқып, білім нәрмесі осында мектепте талай қызықтар басымыздан өтті. Мен енді бала күнде біздің ауылда жалғыз ғана мектеп, сол мектепте бір тендермен бір компания ұтып алған, бірақ ол компания мерзіміне дейін бітірмеген. Бірақ 1-ші қыркүйек жақындап келе жатыр, мектеп ашылу керек, балаларға пайдалануға берілу керек. Бірақ ауыл әкім бәрі шақырылып қойған, мектеп директоры ауданның, ауылдың зиялы қауым өкілдерінің бәрі сонда, бүкіл журналистер сонда. Сонымен сол кездегі мектептегі ашылған қызық былай болды.
Сонымен мектептің айналасы бәрі жиналған, микрофон берілген, бір уақытта жүргізіліп ортаға шығып, құрметті ауылдастар, құрметті әріптестер, бүгінгі ашылғалы отырған мектептің үлкен қуанышымен құттықтаймын. 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасымен салынған мектеп. Келесі бетке қараңыз, әкім мырза. Тағы да құттықтаймын. Жалпы еліміздің болашағы жастардың қолында. Жалпы еліміздің болашағы осындай дыбыстар шығып отыр. Жалпы еліміздің болашағы жастар. Тұрып қалды әкім. Бәрі аң-таң. Жынданып кетті әкім. Еліміздің болашағы, анаяқтан шығып кетті, дауыс көрінбеш. Шатасып қалдың ба деп қойды анаған. Әкім бір қол ұстап отыр ана кісіге. Сонымен не керек, ана жерде аршетте құрылыс қызып жатыр, бірақ әкім оған қараған жоқ. Мерзімінен асығыс, уақыт ашу керек. Былай үндір шыға бастады. Жалпы еліміздің болашағы жастардың қолында. Рахмет деді. Ешкім түсінбеді ананы айтқан. Бұрылып кетіп бартқан, басын бір жерге ұрып алды мақта бар ғой. Анаң бар бітпеген әлі құрылыс. Енді одан бөлек ол мектептің қызығы бөлек, ең қызығы мектеп ашылғаннан кейін концерттік бағдарлама. Әңкүйден сабақ берді, Пернекүл деген апай. Ол апай шықты, ана құрылыстардың қағып атқан балғасы, ол кісіге былай айтқанда бір ритм болды. Ол кісі мына ұстазымды өлеңді былай айтты. Хабардан ортаға шықты да, кетті өлең басталды. Қылғанды арманым-ай, өлгіңді көңіліме. Міне, әншінің музыкасы осылай болды. Не керек енді бәрін қойды орын қой. Алғаш қоңырау сол керек деді. Алғаш қоңырау кім соғады, бәріміз қарап тұрмыз. Бір уақытта алғаш қоңырау өз-өзінен соғып кетті кәдімгідей. Бәріміз аңтан кім соғып жатыр, қараса ғана Жұман көкемнің сиыры кіріп кетті, мойнында бұзауы бар. Таңғырдан кіріп келеді, қол мектеп бар. Қуып жіберді қайтып. Одан кейін 11-ші кластың бір бала шықты, бір қызды иығына салып алды, қолына қоңырау алды. Бәріміз оны биік қызға қарап тұрмыз, шапалақ ұрып тұрмыз. Қоңырау былай соғылды, айналды. Төбеге қарап, қызға қарап тұрмыз. Кәдімгідей ана кісі құлақтап, қыз соғый кетіп барады қоңырау қалып. Тіпті анау қарамайды ана мәселеге. Одан бөлек мектептің ішіне қарай керек. Мектептің ішіне кіргеннен кейін мен енді анау жаңағы әңкүйден сабақ берген апайымыздың айтқан өлеңін мектептің құрылыс дауысын естіп өткен қыздар мектеп бітіргенде сол әнді былай айтатын сияқты деп ойлаймын мен енді. Әнші қыздарымыз өседі ғой, өскеннен кейін сол ұстазым өлеңді былай айтатын секілді. Міне өстеп айтатын сияқты анау, дүре сатқан деп. Енді одан бөлек диктант мәселесі мектепке керек. Диктант мәселесі диктант шығарма. Жазда кім қайда бардың деген шығарманы бастаймыз. Ол кезде мектепте ең естілетін музыка, ойын бұзатын музыка мынау. Жазып отырасың шығарманы. Апайдан дауыс шықты. Ештеңе жаза алмайсың арада. Енді ол бөлек құрылыстар жұмысын бітіп кетті. Шығарманы әдем жазатын болдық ау деген кезде мына үн бізге әсер етті тағы да. Ана екі терезенің ортасында қақып кеткен шыбын ғой. Аквариумда балыққа қарағандай қарап отырасың анаға. Қарап жүреді, ары бері қашып жүреді. Енді ол бөлек, ол шыбыннан бөлек. Қыс келді, жақындады, шығарманы жазып бітпеуді енді. Шығарманы өгіздегі бірақ шыбын да жоқ енді қыста. Жаңа құрылысшылар да жоқ, өгіздегі мына үн бізге қатты әсер етті кәдімгі. Қыстан онда үн шыға бастайды. Әр жерден.
аяқтан біреу кәдімгі эстафета ойнап отқан жерде өзің бастайсың, өзіңе айналып келеді, соңынан біреу қақтыратып мә деп өзіңе беріп қайтып біріне аласың. Тіпті сол кездегі мен ойлаймын, мен шығып жатқанымда мектептің балалық күндегі қызықтар өте көп. Одан кейін апай класста қуаспашақ ойнаған кезде ана бала аршытпен қашып бара жатса алдынан барып қуып жоқ, тура партаның ортасымен жүреміз. Берге бере, кәдімгі ортасымен өтеміз партаның. Мен бұл айналып өтуге болмайды негізі. Мен сол кезде мектептің қызық балалық күндердегі естеліктерді мен сіздерге естеріңізге салдым деп ойлаймын. Бірақ енді әрқашанда бұл мектеп мен үшін бір үлкен сабақ мектебі болды. Бұл білім алатын мектеп емес. Мектептегі мұғалімнің тиген указкасы менің болашаққа деген қадам басыма бірден бір себеп. Мектептегі апайлардың ұрысы бұл менің қазіргі жемісім деп білемін. Апайларын сағындым, ұстаздарымны әлі күнге дейін көз алдымда. Мектеп бар нәрсе мектептен бастау болады. Рахмет сіздерге. Мен мектеппен біргемін. Жақсы қабыл. Жалпы ойың астары жақсы әзілінің. Қазір алқасы не айтасыздар? Сайлау Қамиев. Қабыл, сол сен өзіңнің ең алғашқы осы жерге, осы жобаға алып келген монологыңның стиліне түстің, қайталамауға тырыстың, шаман келгенше тақырыпты да тыңалуға тырыстың, сосын жаңағы дыбыс арқылы, сол дыбыстар арқылы сен монологыңды көркемдеу, сенің ол ең алғашқы монологыңның стилі солай болды, бәріміздің есімізде қалған керемет. Әлі күнге дейін мен сол монологты кәдімгідей бір керемет монолог ретінде қабылдаймын. Содан кейін де сен менің көз алдымда кәдімгідей әзілкеш ретінде, өнер адамы ретінде үлкен құрметке иесің. Енді мына монологыңда да сол стильге келгендей болдың. Енді ол монологпен салыстыра алмаймын әрине. Бірақ та бұл монологыңда ұтатын жерлері өте көп. Маған кәдімгідей әсер еткен жерлері өте көп. Жалпы жақсы монологың. Көп рахмет саған. Нұркен. Жалғыз актердің монологы айтуы басынан бастап осы бағдарламада айтып келе жатырмыз ғой. Тұрсынбектің бағыты да бір адамның монологы. Өте қиын ұстап тұру. Сен түрлендіре білдің монологыңды. Маған өз басыма жақсы әсер қалдырды. Күлетінде жер болды. Соңында мұғалімді, шынымен де қазіргі оқушылар мұғалімді жат көреді ғой. Негізі мұғалімнің алақанын кішкене ұрысын естіген оқушыларымыз ғой біз бәріміз. Талай қолда тиген, содан біз жаман болған жоқпыз. Сонда еске түсіріп кеттің бір сағынышпен. Тамаша, рахмет. Жақсы, Қабылға қошеметтеріңіз достар. Келесі болып бізде өнер көрсететін Нұрболхан Шарапов, Астана. Нұрболхан, бірден бастай берсең болады. Біреуге тәуелді болғысы келмейтін, көз ашық, көкірегі ояу, машинасы ескі жандар, таксистер жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Таксистерді еліміздің кез келген жерінен табуға болады. Оларды көптің арасынан ажырату өте қиын емес. Олардың ерекше белгілері демалыс күннен бері жуылмаған шаш, үлкен қарын және тізесі шығып, арта қарып кеткен джинси шалбар. Ауылдық жердің таксистері өз ауылының құрметті азаматтары болып саналады. Себебі оның жасыл жигулейінсіз ауылда ешбір құдалық өтпейді. Ауылдық жердің таксистердің әйелдері әкімнің әйелінен де көкірек болып келеді. Себебі қалаға баруға жазылатын жасыл дәптер тек сол кісінің ғана қолында болады. Таксистер рөлден қолы бос кезде кілтпен құлағын шұқығанды жақсы көреді. Таксистердің машинадағы күйсандықта көк изолентамен оралған қара флешкасы болады. Оның ішінде 80 жылдардағы әндер, бір-екі терме және ең сүйікті әншісі Асан Пердешевтің өлеңдер жиынтығын кездестіруге болады. Түс мезгілінде таксистерді қаланың кез келген арзан деген асханасында пирожкимен шай ішіп отырғанын көруге болады. Таксистер адам танудың хас шебері. Олар адамды 150 метр қашықтықтан таниды және вокзалдан Бәйтерекке дейін 3,5 мың теңгеге апарады. Еліміздің мұнайы қайда кетіп жатыр? Еркін Нұржанов жігіттерден неге бөлініп кетті? Барак Обаманың саясатта жіберіп отырған қателіктерін және Қайрат Нұртастың ақшаны қырып тауып жатқанын тек таксистердің аузынан ғана естуге болады.
Бұл сыр тек қана оларға ғана мәлім. Осындай өз ісін сүймесе де жасайтын 2003 жылы 2004 жылдары $2000 сатып алған Opel әлі күнге дейін айдап келе жатқан, өзінің сәтсіздігін тек қана үкіметтен көретін жандарды таксистер деп атаймыз. Сіздермен бірге болған тек қана таксистпен жүретін мен Нұрболхан Шарапов. Рахмет. Қазір алқас. Нұркеннен бастайық. Нұрболхан, сен мынау осы монологыңды жүргізуші болып немесе радиода отырған, эфирде отырған болып жасап жатсың ба, жоқ әлде өзің былай айтып жатсың? Негізі не емес, андай радиодағы сияқты ғой, жаңағыдай музыка қосып Радионың қойып ішінде, артына. музыканың ішінде, радиода отырып әңгіме айтып жатсың, таксист туралы. Таксистер тыңдайды ғой радионы. Иә. Сен сол радиода айтып жатқаның нақты білінбей қалды. Соны басында білдіріп кетуің керек еді. Кішкене әлсіздеу Нұрболхан. Дайындығың аздау екен көрініп тұр. Серікзат. Дайындық аздау болған сияқты. Өйткені сіздер енді менің ойымша сіздер таксимен жүрмейтін секілдісіздер. Таксимен жүреміз. Сәл дайындық аздау болған сияқты. Негіз монолог жаман емес, маған ұнады. Жақсы, қошеметтеріңіз достар. Нұрболханға қошеметтеріңіз. Келесі ол ортаға шығатын Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Негізі енді бүгін финал болғаннан кейін мен осы заманның дамып бара жатқан жайлы айтайын деп тұрмын. Қазір заман деген қатты дамып кетті ғой, заман дамып кетті ма, адам дамып кетті ма, түсінбей қалдық қой қазір. Қазір бізде былай болып кетті. Бұрын мысалға суретке түсетін болсақ, біз экранға шығып жүрген мысалы бір жұлдызды көріп қалсақ, аға деп тоқтатып аласың да, суретке түсу үшін үшінші адамды күтіп тұратынбыз. Суретке түсіріп жіберу үшін. Бүйтіп күтіп тұрасың, үшінші адамды тұрасың. Аға түсіріп жібересіз ба деп түсіріп жібересің. Ал қазір не? Селфи деген шыққан. Аға, селфи, апа, селфи, аға, селфи. Бірден суретке түсе береді. Бұрын қандай еді, әдемі күшті еді. Сосын осыдан 3-4 жыл бұрын суретке түсудің көзі ерекше еді ғой. Астанаға бірінші келген жігіттер суретке былай түсеміз. Бірінші Бәйтерекке барамыз. Бәйтеректің алдына барады да жігіттер былай түсетін ек қой. Сосын бір түсіп алады да тағы дейді да қолмен бүйтіп қояды, Бәйтеректі көрсетіп тұрады дейді. Деп тұрады, сосын біреу астынан бүйтіп ұстап тұрады, Бәйтеректі домалағына бүйтіп қояды қол. Неше түрлі қылып түседі. Ал қыздар қалай түседі Бәйтеректі бірінші көрген кезде? Қыздар біліп отыр өздері, бүйтіп түседі міне. Бұрын 3-4 жыл бұрын суретке былай түсетіңіздер қыздар. Ол жаймен дамып ол былай келді. Қол қалды, аяқ былай кетті. Ал биылғы жылдың модасы мен бір-екі қыздан естідім, ол былай екен. Аяқына тізені сәл көтереді. Мынау не? Көп қыздар ойлайды, осылай түссек біз әдемі көрінеміз деп. А жігіттер оны біз басқаша түсінеміз деп жүре ма деп ойлап қаламыз кейбір қыздар. Өзіміз жақсы қасиетімізден көрсетіп жүрсек те, мысалы менің бір досым бар, Бағдат деген. Өте жақсы жігіт. Бір жақсы қасиеті, не жұмыс тапсырсаң да орындай береді ғой. Бауырым үйде асарлап тастайық, фундамент құйып тастайық. Болды, бәрін істей береді да. Бір жаман қасиет ішеді да. Ішімдік ішеді. Сол маған айтып қойды, бұрыннан ішеді ол. Сол айтады да, ертең осы ішімдікті қойсам, бір үлкен ас береді шығарым дейді да. Сосын мен айттым, дұрыс дедім. Сен қоймасаң, саған ас беретін түріміз бар дедім маған. Жоқ, сөйтіп жақсы қасиетінен көрсете білген дұрыс та. Сосын менің бір әйелімнің жақсы қасиеті, үйге барғанда үнемі тамақты дайындап қояды, киімімді жуып қояды, төсегімді салып қояды. Ал бір жаман қасиеті қорылдайды да. Сосын біздің үйде итіміз бар. Менде үйде үлкен ит бар да. Ана иттің түрінен адам қорқады. Бірақ оның бір жақсы қасиеті, ешкімді түстемейді, үрмейді, ешкімге бәрі кәдімгідей қасында жүре береді. Бір жаман жері үйде ұрлық көп болады да. Ит бар ма, жоқ па, оған ешкім мән бермейді. Кәдімгі жатты дәу ит деген аты болмаса, сосын мына мен өзім жайлы айтатын болсам, мына менің бір жақсы қасиетім, мен осылай бір әзіл айтып тұрғанда, әңгіме айтып тұрғанда халық маған күліп, халық маған шапалақ ұрып, жаңағыдай не қылса, мен шабыттанамын өзім. Ал халық шапалақ ұрып мені қолдап болғаннан кейін бір кісілер мен туралы жамандаса, сенің әзілің дұрыс емес, жаңа ана нелерің дұрыстап келмейсің ба десе, сондай адамдарды қарғайтын бар.
Жақсы. Бұл финал. Ақтық мәре. Еске ала отырып, өздеріңіздің пікірлеріңіз. Нүркен. Асылхан. Біздің қатал енді қазылар алқасының мүшесі. қалай айтсаң да мен өзің біл енді не істесең де. Осы төртеудің ішінен бір үміт бар, осы алға озып шыққан жігіттердің бір болып келе жатқансың осы уақытқа дейін. Жалпы барлық әзілің. Бүгінгі әзілің сенің аяқ асты бір дайындықсыз сондай дүние болып тұр мынау әзілің. Жаңаға арты соңын бітіруінің өзі бір шарасыздық. Сөз таппай, бір әзіл таппай, осындай халықтан қошемет сұрау, жалпы сахнада әзіл кештер, мен осыған қарсымын. Басынан бастап әзіліңнің соңына дейін ойың шашыраңқы болды. Айтып жатқан ойларың әлсіздеу. Асылхан, бүгінгі күнге, ертең енді білмеймін. Жақсы, сайлау. Жаңағы енді әріптесім сөзін қайталағым кеп тұрған жоқ, бірақ та енді жақсы жағын көргім кеп тұр сенен. Кез келген нәрсенің жақсы жағын көруге болады ғой. Мен үшін кейбір сәттеріңде сен енді барлығын былай тікелей астарсыз бір ақыл ретінде айтсаң да, кейбір осы монологыңның ішіндегі тура кәдімгі нысанаға дөп деген жерлер, тәрбиелік мәні болсын, қай жағынан болса да бір дөп деген жерлері болды. Және де бұл монологыңның жастарға арнап жатқаның да мысалға маған көңіліме ұнады. Сол жағынан алған кезде жаман емес жалпы. Рахмет. Жақсы. Қошемет көрсіп қояқ. Қошеметтеріңіз достар. Әзірше жігіттердің барлығының тіпті аяқ алысы бірдей секілді. Енді Мейіржан қалай болатын? Көрейік. Мейіржан Алтыбаев. Семей, Абай ауданы. Ал Мейіржан, жігіттерден бір қадам алға шығатын бір мүмкіндігің бар. Шапал. Жалпы бүгін финал деп атырмыз, иә? Финалда жалпы мынау Экспо 2017-ні әңгіме қылып айтуға болады. Мынау қазақтың дамығанын айтуға болады. Индустрияны айтуға болады. Бірақ менің мынау түрім мен жүрегім ауыл деп соққаннан кейін ауылды айтайын деп. Енді мынау мен ауылда емірші сабақ бітірдім, оқуға түсе алмай қалдым. Сосын әскерге жіберді. Енді әскерде шын айтайын, бір-ақ күн таяқ жедім. Қалған 364 күн ауруханада жаттым о жақта. Содан не керек, әскерлік қызметінде өтеп, пойызға мініп қайтарды. Енді білмеймін, пойызда маған солай көрінді ба, қыздардың бәрі әдемі көрінді айтыр. Барлық қыз пойыздағы әдемі сияқты. Сон достарым күтіп алып, жаңағы паркқа апарып, мынау қалалы жерде бір қызыққаным паркте кәдімгі қыздар мен жігіттер қыдырады екен. Біздің ауылда мал жайылып жүреді о жерде. Содан не керек, ауылға келдім. Ауылда енді 2 күн сол әскердің буымен жүрдім. 2 күннен кейін не істеймін дедім. Не істеймін мен деп. Енді жеңіл жол іздедім, ақша табудың. Бір асаба болайын дедім ауылда. Тамада болдым. 4 той басқардым. 5-ші тойда халық менімен бірге сценарийді қосылып айтып отырды. Бір тойда байқағаным, ауыл адамдары мынау сыйлықты малдай береді. Әкемнің тойында да болды. Кәдімгі жылқымен атысты, мал берем. Сосын бір ай өткен соң звондадым. Алло, Қайрат аға, өткенде әкемнің тойына берген малды алайын деп едім, жылқыны. Десем, о кісі айтады, ол жылқыңды қасқыр жеп кеткен дейді. Сон жарайды деп сеніп, екінші Саят ағамызым, сәке, өткенде жылқыны алайын деп едім, оны қасқыр жеп кеткен дейді. Сон ойладым, біздің ауылдың қасқырлары да кәдімгі ақылды болып кеткен ба деп. Но палаткеде той болып атады, соның сыртында жүреді, бүйтіп қағаз табап. Анау, әй сәкең жылқы атады, қандай қарақасқы ма, жас қой деп. Сөйтіп жүреді сияқты, ағаларына келіп. Сосын 3-ші ағамыз бандым. Алло, аға, өткенде ана жылқыны, ол жылқың деп бастады. Қасқыр жеп қойды ма десем, жоқ, КамАЗ қағып кеткен дейді. Фантазияңыз жақсы екен дедім. Ағам айтып қояды, әкең айтасаш бір 50 мың салып жүрсін деп. Жайма десем, ана КамАЗдың иесі сұрап жатыр, машинаны жөндеу керек дейді. Ақшаны біз беретін болып шықтық артынан. Сосын 4-ші ағамыз звондадым, заланып кеттім. Аға, сыйлықты алайын деп едім. Қасқыр жеді ма десем, жоқ дейді.
камазға алып кетті ме? Жоқ, алып кет үйден дейді. Қуанып, көрші Шукидің зилына отырып алып, екеуміз тарттық 30 шақырым жерде жайлау бардық. Ағам, "Ой, келдіңдер ме, келдіңдер" деп, қазір қораның ішіне кіріп кетті. Арқан жіптерімізді алып алғанбыз, машинадан түсіп тұрмыз. Ағам бір тауық алып шықты. Тауық алып шықты да, енді өзімде барып апарам деп отырғам, ұят болды әкеңнен. Мынау сыйлық дейді. Сосын өзімде қызық ыңғайсызданып қалдым. Аға, мынау тауығыңыз үлкен емес пе? Бір балапанынан берсеңіз де болушы еді ғой деп. Жоқ, мынау балапан ерте туған ғой деп қойды. Ағам да ұялмайды. Содан не керек, ауылға қайттық. Көңіл күй жоқ, ауылға келсек, жігіттер квартет концерт береді деп жатыр. Жалпы мен бір әншілерді мынау қалалы жерде түсінбеймін. Жарнаманы өлтіріп жасайды, афиша жабыстырып қояды. Анау лед экран, радион бәрін. Ауылға ондай жарнама керек жоқ. Бір афиша дүкеннің алдына жабыстыра сал. Бәрі көреді. Сосын жігіттер квартеті келді ауылға. Біздің мәдениет үйінде бірақ микрофон болатын. Ана жігіттер квартетіндегі Айдар өлең айтып, үшеуі билеп қайтты әйтеуір. Иә. Сосын Қайрат Нұртас келем деді. Бірақ ол айтты, қонақ үй керек маған деді, жатады. Енді отырмыз ақылдасып, қайда жатсамыз, қонақ үй жоқ ауылда. Жақында кім той жасап еді, кім той жасап еді. Енді той жасаған үйді ауылда ремонт болады ғой. Ағылып ойланып тұрмыз, ана kesin жақында Сәкеңнің қызы тұрмысқа шықты, соны үйге жарайды деп Сәкеңнің үйіне күтіп алып, Қайрат Нұртас жаңағы немізге апарды мәдениет үйі. Мәдениет үйі дегенде қалай енді? Мектептің актив залын мәдениет үйі дейміз ауылда. Сонда апардық, кірді де, кіріп, осы жерге гримерка ғой, осы жерге. Жоқ, осы жерде сіз ән айтасың деген. Жоқ, мен мынандай жерде айта алмаймын деді. Мен бір үлкен жер болса деп, соны ойланып, қайда апарамыз? Жарайды, дүкеннің алдына қояйық деді концертін. Магазин алдына халық жиналады ғой деп. Жоқ, оны аяғы жаман болып кетуі мүмкін магазин алдындағы концерттердің деді. Сосын былай ойланып, не істейміз деді. Стадион салу керек болды. Бюджеттен ақша бөліп стадион салдық. Қайрат Нұртас концертін берді. Енді 5-ақ билет өтті, бірақ стадион толы болды адамға. Содан Қайрекең әңгіме өлеңін айтып кетті. Ауылдың жастары мәз Қайрат ағасына. Осындай стадион салып бергеніңіз рахмет деп. Соң Астанаға келіп бір қарап жатырмын. Керемет ғимараттар бар. Соған қарағанда Қайрат Нұртас мына жақта жиан салатын сияқты. Енді жалпы біздің ауылдың балалары арманы көп қой. Сол Қайрат ағам келіп бір ауруханада ән айтса екен деп. Соң бір мектепке келіп ән айтса екен деп армандап жүр. Абай ауданының арманын алдарыңызға алып келіп тұрған Алтыбаев Мейіржан ұлдарыңыз мен. Рахмет. Қазылар алқасы, сөз өздеріңізде. Мейіржан, мейірім тұла бойың тұнған сахнада обаяние дейді ғой. Халыққа сондай, көрерменге сондай, мынау артистің сахнадағы келбеті, бірден халықты баурап алу өзіңе, әзіліңді жеткізе білу, соның астарын аша білу, өте шеберсің. Болашақта сыла келе, мынау Тұрсынбек ағаларының қасына қосыла келе, сенен үлкен бір әзілкеш шығады деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін саған мен, тек қана сәттілік. Жақсы, Серікзат Дүйсенғазин. Енді Мейіржан Абай ауданы деген атты алып шыққаннан кейін соған лайық болуға тиіссің ғой. Сондықтан жаңағы сол деңгейден көріндің. Осы бетіңнен тамба, осында биіктен жақсы көрерменге көңіл күй сыйлап, нағыз әзіл көрсетіп, келешекте де жарқылдауыңа тілектеспін. Маған ұнады. Жақсы, Мейіржан ортада қала бер. Мен жігіттерді ортаға шақырайық және бүгінгі осы жалпы ұпайды, қорытынды ұпайды білетін боламыз. Сонымен достар, қошеметтеріңіз Мейіржан Алтыбаев, Семей елінің Абай ауданынан. Асылхан Дүкенбаев қарсаңыздар. Қабыл Батырхан, Нұрболхан Шарапов. Ал жігіттердің осы бүгін 3-ші сайыста өздерінің орындаған әзілдеріне. Бірінші бастаған Қабыл Батырхан, Шымкент. 5-5-5. Екінші болып өнер көрсеткен Нұрболхан Шарапов. 4-4-4. Үшінші болып өнер көрсеткен Асылхан Дүкенбаев. 4-4-4. Және Мейіржан Алтыбаев. 5-5-5. 3 күннің қорытындысы, жалпы жинаған ұпайлары. Нұрболхан Шарапов 56 пай. Асылхан Дүкенбаев 56 пай. Қабыл Батырхан 57 пай.
Мейіржан Алтыбаев 59 ұпай достар. Әзірше көш бастап тұрған Мейіржан Алтыбаев 59 ұпаймен. Құрметті достар, міне 6 айға созылған Қазақстан ұлттық арнасындағы көңіл ашар бағдарламасы ертең дәл осы уақытта ақтық мәре. Соңғы күн, жеңімпазды анықтайтын күн. Сайыстың 4-ші күні. Ақтық мәре достар, кездескенше.